қояйық пирамида. Өттік. Білім деген сендердің алынған қосу, азайту, тек қана мектепте алған білімдерің емес, сол білімдеріңді болашақта өмірде пайда асыра алу. Міне білім дегеніміз сол. Қазақстан кеше, яғни қандай тәуелсіздік бізге оңай келмеді, солай ғой? Біздер қандай қиыншылық көргеніміз білесіңдер. Яғни ата-аналарымыз айтады, кезінде біздер қатты қосып берейін бе? Жақсылап жоқ, Еңбектің шын дәрмен сүйгенше, ешбір талантта, ешбір кемеңгерде шықпайды. Осы нақыл сөзді қалай түсінесіздер? Еңбек ал күлкі сыйлаш. Бүгінгі күнге күлкі сыйла. Осының өзі күлкі, рахмет, отыра қойыңыз. Күлкі сыйла. Одан әрі мадақта, көршіні мадақта, ал бұны мадақта. Не істейміз? Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Бүгінгі күн сіздерге бақыт сыйласын. Не айтасыңдар? Рахмет, ал сіздер айтыңдар. Бүгінгі күнге бақыт сыйлаймыз. Сәттілік тілеймін. Сіз? Бүгінгі күні отбасыңызда қуаныш болсын. Дұрыс. Бүгінгі күні? Айтамыз. Бүгінгі күн күшті, көңілді, өтсін, білімді, толы болсын. Келесі айтамыз. Бүгінгі күн Енді жақсы, рахмет. Ата-аналар, енді осы жерде мен сіздерге бір мынандай маркалы қағазын сөйлейін деп тұрмын. Мына, құрметті ата-ана, талапты да талантты ұрпақ тәрбиелеп, мектеп өмірінде белсенділік танытқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіздің балаңыз өзін білімді, еңбекқор, дарынды тұлға екенін көрсетті. Әрине бұл бірінші кезекте сіздің еңбегіңіздің жемісі. Келісесіздер ғой? Балаңыздың алар белестері көп болсын. Рахмет.